Ақмола облысындағы Макинск құс фабрикасының екінші кезеңі іске қосылды. Бұл өнім көлемін 2 есеге арттырып, елдегі импорттық құс етінің қазіргі үлесін 50-ден 32%-ке дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Айтас KZ акционерлік қоғамына тиесілі аталған өндіріс ошағы 2018 жылы индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында іске қосылып, жобаға компания 45 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсаған болатын. Макинск құс фабрикасы Орта Азиядағы осындай ең үлкен нысан. Мұнда әрқайсысында 12 құс қорадан тұратын 4 алаңқай бар еді. Енді оған дәл сондай тағы 4 алаң қосылды. Фабрика енді жылына 56 мың тонна құс етін өндіреді. Алайда өндіріс ошағының мүмкіндігі мұнымен шектелмейді. Фабриканың 3-ші кезеңін біз 2022 жылы іске қосуды жоспарлап отырмыз. Осы арқылы тағы 50 мың тонна құс еті өндіріліп, жалпы қуаттылық 100 мың тоннаға жеткізіледі. Қазір нарықтың 22%-ін қамтып отырсақ, ол кезде бұл көрсеткіш 35-40%-ке дейін өседі. Ал мұндағы әрбір құс қорада 50 мыңнан астам бройлер балапандары бар. Олар 38 күннің ішінде өсіп жетіліп өндіріске жіберіледі. Екінші кезеңнің іске қосылуымен жұмысшылардың да қатары көбейді. Айталық 570 адам жұмысқа алынып, қызметкерлердің саны 1,5 мыңға жетті. Ал олардың басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Мен Макинск қаласында тұрамын. Бізді компания жұмысқа автобуспен апарып алып келеді. Жалақымыз да жаман емес. Бастысы тұрақты жұмыс. Аптасына 2 күн демаламыз. Айта кетейік, Макинск құс фабрикасы Қазақстанның даму банкінің қаржыландыруымен іске асқан ірі жоба. Инвестициялық жобалар бойынша қарыздың минималды сомасы 7 миллиард теңгеден басталады. Бірақ азық-түлік өнімдері саласындағы жобаларға және мемлекет пен жекеменшік әріптестігі жобаларына 3 миллиард теңгеден бастап беріледі. Несие мерзімі 5 жылдан 20 жылға дейін. Макинск құс фабрикасы болашаққа үлкен мақсаттар қойып отыр. Мәселен, компания 2027 жылға қарай өндіріс көлемін 5 есеге дейін ұлғайтып, жылына 300 мың тонна құс етін өндіруді көздейді. Ондағы мақсат импорттық өнімдерді ығыстырып, Қазақстан халқының құс етіне деген сұранысын 50%-ке қамтамасыз ету. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, Хабар 24.